Сәлем қыздар, сіздермен бірге бота. Біз бүгін сіздермен тәтті ашытылған қамырдан осындай шайға арналған жұмсақ әрі пышный болып шығатын рогаликелерді жасауды үйренеміз. Видеоны соңына дейін қарап, менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Таза ыдысымызға 400 мл жылы сүтімізді құямыз. Оның үстінен 300 грамм қантымызды себеміз. 2 жұмыртқамызды саламыз. Маргарин немесе сары май 100 грамм оны қосамыз. 1 ас қасықта ашытқымызды салып, үстінен ұнымызды сеуіп, жұмсақ етіп қамыр ашытамыз. Қанған қамырымызды 1,5 сағатқа жылы жерге орап қойып қоямыз. 1,5 сағаттың ішінде осылай ашып көтеріліп шығады. Сосын оны ыңғайлы зуалаларға бөліктерге бөліп, осы видеодағыдай етіп жайыңыздар. Жұқалығы барлығы анық көрсетіліп тұр. Енді бөліктерімізге бөлеміз. Егер қатты тәтті болғанын қаласаңыздар, арасына варенье, шоколад немесе қант сепсеңіздер болады. Енді қамырларымызды осылай орап аламыз, рогаликелерімізді осылай ораймыз. Арасында егер бірдеңе жағатын болсаңыздар, екі шетін бастыруды ұмытпаңыздар. Табамызға салғаннан кейін үстіне жұмыртқамызды жағамыз. Жұмыртқамыз қып-қызыл болып әдемі рең беру үшін оның үстінен кішкене қант сеуіп шығамыз дағыны 180 градуста 25 минут бойы пісіретін боламыз. Біздің рогаликелеріміз пісіп дайын болды. Қып-қызыл, өте әдемі болып шығады. Иісі енді өте керемет. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Балапандарыңызға да, үлкен кісілерге де шай ішкенге өте тойымды әрі дәмді. Сіздермен бірге болған бота. Егер менің видеом ұнаған болса, лайк басып комментария жазуды және де менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар.